6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Кеше ғана бұл жерді толық қираудан сақтап қалған сияқтымын. Ей, бұл естеріңде ме? Сен бұл жайлы шамамен 15 рет айттың. Және біз сенің ерліктерің туралы өз аузыңнан ешқашан естіген емеспіз. Оның рас. Барлығының барғыларын келетініне қуаныштымын, бірақ бұл соншалықты қызықты болады деп ойламаймын. Мәртебелі меймандар келгенде жай ғана күліп қол бұлғауым керек. Иә, бірақ сен ханшайым сияқты күліп қол бұлғай аласың. Жай ғана күліп қол бұлғаудың бұдан қандай айырмашылығы бар? Ешқандай. Не болды, Твайлайт? Неге сенің көңілсіз түрің? Соңғы кездері өзімді сенімсіз сезінем. Менің ханшайым ретіндегі жаңа рөлім өзіме жараспайтын сияқты. Бұл ақылға қонымсыз. Сен Эквестрияда өте маңызды рөл ойнайсың. Селестия ханшайым олай ойламаса, бүгін сенен келуіңді өтінбес еді. Иә, дұрыс айтасыңдар. Әрине дұрыс. Ал енді тездетейік. Салтанатты кездесуге, сәлемдесуге кешігіп барғың келмейтін шығар. Маритония герцогі мен герцогинясы. Бар болғаны осы ма? Селестия ханшайым сені Кристал патшалығына осы үшін шақырды ма? Айтайын дегенім, бұл шынымен керемет және маңызды ғой. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Твайлайт патшалығы. Мәртебелім, бұл құпия сұхбатқа қатысушылардың санын барынша азайтуды қалайтынымызды түсінгеніңіз үшін мың рахмет. Әрине. Олардың келуіне қатысты тағы бір нәрсе істей аламын ба? Кешір, Твайлайт, бірақ олардың сапары аяқталды. Бірдеңе болды ма? Мен мұнда не үшін келгенімді түсінбеймін. Патшалық сақшылардың біреуі де туды аша алмады ма? Төртеуміздің де амандасуымыз құрметті қонақтарға олардың сапары маңызды болып саналатынын білуге мүмкіндік береді. Оған қоса, бұл маған сүйікті қайын сіңлімді көруге мүмкіндік береді. Мен де сені көргеніме қуаныштымын, барлығыңызда. Бірақ мен ай ханшайым айды көтереді, Селестия ханшайым күнді көтереді. Сен Кристал патшалығын қорғайсың, ал менің бар әрекетім күліп қол бұлғау. Мен бұл өмірге ризамын, саяхатқа, сапарларға. Өмірден алған сабақтарға не істерімді тек білмеймін. Рөлім қандай болу керек, саяхаттауды білмейм. Болашақты көрмейм, лайықпын ба білмейм. Қанаттарым бар менің де, мына тәжді киіп жүрем. Ханшайымын бұл рас, не істеу керегін білмейм. Сонда да түсінбеймін, алдыма мақсат қойсам, бар күшімді салсам деймін бұл патшалыққа.
Жұмбақ сенің тағдырың, бойұсыну бұған қиын. Тек таңдау жасаған сайын, шешіледі жұмбағың. Оңай емес шыдау білем, мақсатың көп түсінем. Күткен жан болар мендей ақ, көкте самғайсың сен. Мұнда бір себеппен жүрсің, дарындысың, күштісің. Басыңда тәш өйткені соған лайықсың. Сенің уақытың кеп қалды, күн батқан соң айда көтерілер. Әр махаббат жүректен орын табар, қаншайым болып жарқырайсың. Мақсатың көп түсінем, қанатты жайып самғайсың. Шешіледі жұмбағың. Сенің уақытың кеп қалды, күн батқан соң айда көтерілер. Әр махаббат жүректен орын табар, қаншайым болып жарқырайсың. Сен қаншайымсың, сен лайықсың. Кешірім өтінем, сіз ойламаған жерден шықтыңыз ғой. Бұл досым ба, жауым ба деп таңғалып тұр, Пони. Сөзіме сеніңіз, мен досыңыз емеспін. Мен лорд Тирекпін. Және мен көптен бері менікі болу тиіс нәрсені аламын. Әпке, амансың ба? Мен өте қорқынышты түс көрдім. Мені мұнда не үшін келді деп ойлайсың? Мұның түсі емес, аян екенін екеумізді білеміз ғой. Онда біздің уақытымыз аз. Ол күшейген сайын бәрімізге үлкен қауіп төнеді. Тирек пен оның ағасы Скорпан алыс елден мұнда Эквестрия сиқырын ұрлау ниетімен келді. Бірақ Скорпан көп замай Эквестрияға бауыр басып кетті. Тіпті жас Дарамейі сиқыршымен достасып кетті. Скорпан ағасын жоспарларынан бас тартуға шақырды. Тирек келіспеген соң, Скорпан Тиректің ниеті туралы бізге ескертті. Скорпан өз жеріне оралды, ал Тирек қылмыс үшін тартарға жіберілді. Бірақ ол қашудың жолын тапқан сияқты. Біздіңше бұл Цербер қақпа алдындағы орыннан кетіп қалған кезде болған сияқты. Бірақ бұл көп уақыт бұрын болды ғой. Неліктен ол сиқырды енді ұрлай бастады? Тартарда жүрген кезінде ол қатты әлсіреп кетті. Ал қазір өзінің зұлым күштерін пайдалануға жетерліктей күшке енді. Бірақ ол сәт сайын күшейе түсуде. Ал мен оны тоқтата алатын ханшайымды білем. Я, мен оны табамын және... Жоқ, Дуайлайт. Мен Тиректі тоқтату үшін басқа біреуді шақырам. Дискордты. Дискордты? Дискордты дедіңіз бе? Я! Менің ойымша бұған таңғалудың қажеті жоқ. Ол өте пайдалы болуы мүмкін. Ол сиқырлы теңгерімсіздікті сезіне алады. Келесі жолы Тирек сиқырды ұрлағанда Дискорд оны таба алады. Ал сен ол кезде не істеуің керек? Ештеңе. Әрине, сендердің біреулеріне күлімсіреп, қол бұлғауым қажет болмаса. Сен қайда бара жатырсың? Әпкелі сіңлілердің қамалына. Басқа жерге керегім жоқ. Әзірге кітап оқумен айналсам. Бізде барайық па? Қамалға барғанымызға біраз болды. Бұл көңілді болуы мүмкін. Дәл қазір достармен бірге жүруге қарсы емеспін.
Әлі күнге дейін элементтерді қайтаруға мәжбүр болғанымызға сен алмайм. Солай істеуге тиіс болдық, әйтпесе гармония ағашы аман қалмас еді. Бірақ Твайлайт дұрыс айтты. Элементтерсіз де біздің достығымыз бұрынғыдай берік. Солай емес пе? Тағы бір досымыз олардан бас тартқанымызға өкінбейді деп үміттенем. Сендер мен туралы айтып тұрсыңдар ма? Оны қайдан білдің? Құлағым өртеніп жатыр. Сен мұнда не істеп жүрсің, Дискорд? Өтте маңызды ісімді бастамас бұрын аздап кітап оқиын дедім. Тартардан қашқан тұтқынды ұстау үшін менің тағайындалғанымды білетін шығарсыңдар, әлде білмейсіңдер ме? Бұл үлкен мәселе. Дұрыс айтасың, Спайк, бұл үлкен мәселе. Менде Эквестрияда өте маңызды рөл беретін сиқыр бар деп ойлаймын. Олар мені Аликорн ханшайым етуі мүмкін. Оны түсіңде көресің. Оу, мен мұндай нәрселерді ешқашан армандаған емеспін. Ай ханшайымнан сұраңдар. Сиқыр ұрлайтын зұлымды ізін суытпай ұстауға тиіс емес пе едің? Я, әрине. Тек Твайлайт мына кішкентай сандығын ашпағанын елеусіз қалдыра алмадым. Бұл мені ойландырды. Ал егер ішіндегісі оның патшалық құндылығын дәлелдеуге көмектесетін нәрсе болса ше, не істеймін? Ал мен мұны тек ол өзінің ханшайым рөліне сәйкес келмейтінін сезінетін айтқан үшін ғана қозғадым ғой. Оның өзін осылай сезінетінін айтқанын қайдан білесің? Бәлі, тыңдау ең жақын достарының не істеп жатқанын біреудің әдісі емес пе? Енді қайттым, жақын дос болудың құпияларын қашан үйренер екенмін. Қалай болғанда да меніңше тап қазір бұл жерден кеткенім жөн деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Құтылдық! О, мәссаған. Бәрін бірге толтырып жүрген күнделікті алып кете жаздаппын. Неткен қызықты күнделік. Қыздар, сендер осының бәрін үйрендіңдер ме? Мен бірнеше қызықты үзінділерді белгіледім. Ашып көріңдер. Мені шайға шақырғаның есіңде ме, Флаттершай? Әрине. Ендеше мен қияр қосылған сэндвичтер әкелейін. Білесіңдер ме, достар? Маған кейде түзелген Дискорд бұрынғы Дискордқа қарағанда жиіркенішті болып көрінеді. Соны айтам. Бірақ оныкі дұрыс болуы мүмкін, солай емес пе? Бұл сандықта маңызды нәрсе болса ше. Мұны білудің бір ғана жолы бар. Бірдеңе таптыңдар ма? Бұл кітапханада оны қалай ашу керектігін анықтауға көмектесетін бірдеңе болуы керек. Жауабы осы кітаптардың бірінде. Мен оны анық білем. Қателеспесем, тирексің ғой. Дискорд, сен азатсың ба? Қос сияқты. Қашып кеткеніңді жоғары бағалаймын. Мен саған олай деп айта алмаймын. Бүкіл Эквестрияны бір өзің емденгің келетінін түсінуім керек еді. Оу, мен мұны өзім үшін емес, достарым үшін істеп жатырмын. Арамызда қалсын, әсіресе Флаттершай үшін. Флаттершай? Понимен доспын демейтін шығарсың. Дискорд. Тосынсый! Сендей ақыл парасаты бар шаңға, мұның достық емес. Түрменің жаңа түрі екенін түсінбегеніне қайранмын. Оларға ұнау үшін шынайы болмысыңнан бас тартуыңа тура келгені анық. Мен онда ештеңе істеген жоқпын ғой. Қоя қойш, мұндайды бұрын көргенмін. Бірақ ол ақымақ болатын. Сен Дискордсың, сен аңызсың. Ағамның түскен тұзағына түсе алмайсың. Маған күш қуат беріп, достықтан әлде қайда жоғары нәрсе, еркіндікпен марапатталуыңа көмектес. Тыңда. Мен бұл понилерді сиқырынан айырған соң, олардың әлемінің астан кестеңінің шыққанын көруден басқа ештеңе маған рахат сыйламас еді. Мұны ретсіздік қожайынның өзінен артық кім жасай алады?
маған қосыл Дискорд. Ұлылығыңды қайтарып ал. Әрине, егер арманыңның шегі понилерге қолғанат болып, сыр жүгіру болмаса, уақытың бар, ойлан. Мен бірдеңе тапқан сияқтымын. Мен күнделігімізді оқыдым. Және Discord бетбелгі қойған бөлімдерден қызықты нәрсе таптым. Applejack, Флим мен Фламнан сатып алған серткіткіш сусынның әсері жоқ екенін айтуыңа тура келгені есіңде ме? Ондай нәрсе ұмытылмаушы ме еді? Бұл мен істеуге тура келген ең қиын істердің бірі болды. Бәріңіздің көңілдеріңізді қалдырғым келмейді, алайда әжемнің бұлай секіруі мүмкін емес, өйткені бұл сергіткіш сусын жалған. Бірақ сол сәтте мен шыншыл болуы керектігін түсіндім. Сол кезде ғана білдім. Тек оның сандықты ашуға не қатысы бар? Біз бірге жүргізген күнделікті оқи отырып, әрқайсының өз гармония элементтеріне сәйкес өмір сүрудің оңай болмаған жағдайға тап болғандарыңды білдім. Флаттершай, сен брезилерге жақсылық жасаудың жолы оларды үйіңнен кетіру екенін түсіндің. Олардың сол кездегі түрлерін көрсең ғой. Бірақ мұның қаншалықты қиын болғанымен, оларды қуып жіберу арқылы жақсылық жасай алатынымды түсінді. Рарити, Манхэттендегі сән апталығында Сури сенің жомарттығыңды пайдаланғаннан кейін де жомарт болудан бас тартқан жоқсың. Әрдайым кеңпейілдік көрсететін достарым үшін ерекше бірдеңе істемесем, мен өзімді кешіре алмас едім. Рейнбоу, сен Эквестрияда ғажайып найзағайлармен бірге ұшуға мүмкіндік алдың, бірақ оның орнына достарыңмен жарысуды таңдадың. Әрине, өйткені достарыма адал болу одан да маңыздырақ. Менің кезегім! Кепай, сен достарыңның күлкісін көру, ірімшік кешінің үздік ұйымдастырушысы екеніңді дәлелдеуден маңыздырақ екенін түсіндің. Мен өткізген ең жақсы кеш. Біздің бәрімізге жарқ етуге қолайлы сәттер болғаны анық Twilight. Бірақ мен Applejackпен келсем, бұлардың сандықты ашуға қандай қатысы бар? Бәрін қиын таңдау жасауға мәжбүр болдыңдар. Бірақ өз элементтеріңе сәйкес дұрыс таңдау жасағанда, бұл басқаның да дұрыс таңдау жасауына көмектесті. Сендердің әрқайсыларың өміріңді өзгертуге көмектескен пониден бірдеңе алдыңдар. Мұның ессіздік болып көрінетін білем, бірақ осы заттардың әрбірінде бізге кілттерді табуға көмектесетін ерекше нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан гармония ағашына қатысы бар. Ағаш элементтермен байланысты, ал элементтер бәрімізбен байланысты. Бір байланыс болу керек. Мұны мойындағым келмейді. Әсе де Discord жақсы дос болуға тырысқан болуы мүмкін. Бұл нәрселерден кілттердің қайда екенін көрсететін белгі көрмей тұрмын. Ей, ойыншық! Кілтті бізге бер! Мұның пайдасы жоқ сияқты. Тағы бір кілт жетіспейді. Сиқырлы элементті бейнелейтін кілт. Менің элементім. Бірақ біз кілттерімізді алған болсақ, сенде кілт бар екеніне сенімдімін, Twilight. Ойлан, Twilight. Сиқырлы тапсырманы орындаған кезіңде басқа пониге дәл солай істеуге шабыт бергенің есіңде ме? Онда ештеңе болған жоқ. Егер болса, мен оны күнделікке жазар едім. Уайымдама, Twilight. Ақырында кілтіңді алатыныңа сенімдімін. Не деп жазыпты? Мені шұғыл Кантерлотқа шақырып жатыр. Мен мүмкіндігінше тез келдім. Бір жағдай болды ма? Терек бірдеңе істеді ме? Мен Дискордқа барынша сенім білдіріп, достық оған әсер етті деп үміттендім. Discord Эквестрия понилеріне опасыздық жасап, терекпен күш біріктірді. Олай істеуге қалай дәті барды? Достығымыз ол үшін маңызды деп ойлап едім. Мен оны өзгерді деп ойладым. Терек жеткілікті сиқыр ұрлады. Енді оның ұшу қабілетінде ұрлауға күші жетті. Ауа райын бақылаушы пырақтар болмаса, Эквестрияда жауын жаумайды. Оның жер понилерінің де соңына түскені жайлы қауесеттер бар. Олардың күші болмаса, жерді өңдей алмайды.
понилер енді өз әлемін басқара алмайды. Бұл билік тек Тирекке тиесілі болады. Теректің аликорндар сиқырына да көз тігіп жүргеніне күмәнім жоқ. Дискорд оның жақтасы. Біз енді оның бұл сиқырды тартып алуына кедергі жасай алмаймыз. Бұл сиқырға ие болғаннан кейін оның билігі шексіз болады. Және ешқандай үміт қалмайды. Бірақ бір шешім бар. Осы құрбандық арқылы ғана Эквестрия мен одан тысқары жерлерді құтқаруға болады. Терек, оны бізден ұрламай тұрғанда, өз сиқырымыздан құтылуымыз керек. Жалғасы бар. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.